Қайырлы күн қымбатты көрермендер, сіздермен пайдаларына каналы. Бүгін сіздермен қате тапсырылған декларацияны өшірмей, яғни удаление жасамай қалайша өзгертеміз, соны көрсетемін. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Ең алдымен кабинет налогоплательщика, яғни салық кабинетіне өзіміздің ЭЦП-мізбен паролімізді енгізіп кіреміз. Ашылған парақшадан формы налоговой отчетности. Сол жерден журнал форм дегенді ашамыз. Яғни біздің қате тапсырылған декларациямыздың номерін қарап алуымыз керек. Найти дегенді басып, салық отчетының түрін, тапсырылған кезеңін және де регистрационный номерін қарап аламыз. Кейін налоговое заявление деген көк жазудың үстін басып, осы жерден отзыв налоговой отчетности деген жерге кіреміз. Ашылған парақшадан астыға қарай түсеміз. Барлық деректер толтырылып тұр. Бұл жерде біз налоговый отчеттың түрін толтырамыз, кезеңділігін толтырамыз. Яғни қай кезге қате тапсырылды, соны жазамыз, жылын жазамыз және де регистрационный номерін жазамыз. 3 жыл ішінде қате тапсырылған декларацияны түзетуге мүмкіндігіміз бар. Енді екінші бетке өтеміз. Осы жерде бізде 6-шы раздел бар, яғни указать причину. Бірінші бағанға, яғни қате тапсырылған 2022-ге тапсыру керек болған, бірақ 2021-ге тапсырып қойған. Сол себепті қатесін сол жағына жазамыз, дұрысын оң жағына жазамыз. Яғни қазіргі содержание және новое содержание деген. Одан кейін астыға қарай түсіп, код налогового органа жазамыз. Пропискамыз бойынша қай жерге тапсыруымыз керек, сол жерді, районды таңдап аламыз. Одан кейін проверить заполнение дегенді басамыз. Егер де ешқандай қате болмаса, отправить в ОКД деп өзіміздің ЭЦП-міз арқылы паролін жазып, қол қоямыз. Өтінішіміз жіберілгеннен кейін қайтадан формы налоговой отчетности журнал форм деп ашып, кіріп тексереміз. Осы жерден астыға түсіп найти дегенді басамыз. Тапсырылған декларациялардың тізімін қарасаңыз, бір регистрационный номермен 2 декларация тұр. Біреуі отозвано деп тұр, біреуі принято деп тұр. Яғни сіз жаңа ғана түзеткен декларацияңыз осы жерде уже шығып тұр. Енді уведомленияны ашып қарайсыз, принято деген жерден. Осы жерді қарасаңыз, налоговый период 2022 болып түзетілді, және де регистрационный номеріңіз өзгерген жоқ, және де қабылданған датасы да өзгермеді. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.